Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Әлбек, фронтенд курсына қош келдіңіздер. Бүгін бізде кіріспе сабақ. Жалпы кіріспе сабақты бастамастан бұрын мына бір терминдарды қарастырып алу қажет. Сайт және де веб қосымша. Екеуі де бір нәрсе, бірақ та екеуінің бөлетін айырмашылығы қандай? Сайт ол қарапайым, яғни функционалдығы жоқ сайттарды біз қарапайым осы сайт деп атаймыз. Оған мысалы лендинг, сайт визитка, компания сайты. Яғни қарапайым тек қана бір ғана адамның күшімен жасалынатын сайттарды біз осы қарапайым сайт деп атаймыз. Ал веб қосымша дегеніміз ол енді өте күрделі. Оған мысал ретінде Каспи KZ немесе Технодом, Колеса сияқты ірі компаниялардың сайттарын біз веб қосымша деп атаймыз. Веб қосымшаны іске асыруға көптеген фронтенд мамандары қажет болады. Дәл осы фронтенд мамандығын атқаратын қызметі ол веб қосымша құру. Енді мына жерде екі термин бар: фронтенд және де бэкенд. Екеуі де сайт құрумен айналысады, яғни веб қосымша құрумен айналысады, бірақ та екеуінің айырмашылығы қандай деген сұраққа келетін болсақ, қарапайым мысалы мәліметтер қорымен жұмыс жасау үшін ол бэкендтің жұмысы, яғни мәліметтер қорымен байланыстыру ол бэкендтің жұмысы болса, мына суретте көріп отырғандарыңыздай, ал бергі жағында тұрған ол фронтендтің жұмысы. Яғни біз веб қосымшаның арғы жағында не болып жатқанын білмейміз, клиент білмейді, бірақ та сол нәрселерді, яғни сол функцияларды атқаруға команда беретін ол біздің қарапайым клиент. Клиент сол мәліметтер қорымен фронтенд арқылы байланысатын болады. Яғни фронтенд маманның қызметі ол клиент пен мәліметтер қорының арасындағы байланыс орнату. Енді неге фронтенд? Неге басқа мамандық емес, неге фронтенд деген сұраққа келетін болсақ, бұл сала өте сұранысқа ие. Кез келген IT компания, тіпті IT компания болмас, кез келген компанияда міндетті түрде, яғни өзінің веб қосымшасы бар компанияда міндетті түрде фронтенд мамандары отырады. Және де бұдан бөлек орташа жалақы ол 405 мың теңге. Бұл енді Қазақстан нарығында өте жоғары болып саналады. Және де фронтендтің басқа мамандықтарға бір ерекшелігі, яғни басқаларына қарағанда, бұл салада стандартты тілдер қолданылады. Мысалы, JavaScript программалау тілі ол осы саланың стандартты тілі болып саналады. Осы тілдің көмегімен барлық операциялар, яғни барлық функциялар жүзеге асырылады. Ал басқа мамандықтарда, мысалы қарапайым бэкенд саласында, кейбір компаниялар PHP қолданса, біреулер Python, яғни Python тілін қолданады, ал басқа компаниялар Java тілін қолданады. Тіпті Android саласында да Java және де Kotlin тілдері бар. Ал бірақ фронтенд саласында стандартты JavaScript тілі қолданылады. Және де осы сала арқылы IT саласына кіру өте оңай, өте жеңіл. Өйткені фронтенд саласының басқаларға қарағанда жұмыс жасау және де осы салада бастау ол өте оңай. Себебі бұл салада сіз істеп жатқан барлық операцияларды, яғни барлық функцияларды сіз бірден нәтижелерін өзіңіз көресіз. Және де бұл салада қолданылатын тілдер, яғни HTML, CSS, JavaScript тілдері, олар меңгеруге өте жеңіл тілдер болып саналады. Суретте көріп отырсыздар, бұл жерде DuckDuckGo деп аталатын іздеу жүйесі. Енді осы жерде бұл іздеу жүйесінің ішкі коды, яғни фронтенд бөлігінің коды берілген. Енді осы суретте көріп отырғандарыңыздай, осы код арқылы біз стиль қосу арқылы сайтты осындай керемет дизайнға айналдыра аламыз. Бұл әрине фронтендтің қызметі. Жалпы курстың бағдарламасына келетін болсақ, біз курста сіздермен бірге HTML тілін қарастыратын боламыз, яғни орысша айтқанда язык разметки деп атайды. Бұл тілді 2 апта бойы өтетін боламыз. Бұдан кейін барып CSS тілін қарастыратын боламыз, яғни дизайн қосуды қарастыратын боламыз. Бұған 1 апта уақыт кетеді. Және де Bootstrap фреймворкын қарастыратын боламыз. Bootstrap арқылы біз сіздермен бірге өзіміздің осы стиль құруға арналған уақытты азайтып, және де адаптивті парақша құратын боламыз. Және де бұдан бөлек сіздер Figma деп аталатын осындай макет құруға арналған осындай программаны меңгеретін боласыздар. Осы программада сіздерге үй тапсырмасы ретінде 2 жоба беріледі, және де ең соңында, курстың соңында бір қорытынды жоба жасап шығатын боласыздар. Практика жобаларына келетін болсақ, өздеріңіздің Википедия сайттарында жасап шығатын боласыздар. Одан кейін барып Bootstrap фреймворкын қолдану арқылы портфолио сайтын жасайсыздар, ал курстың соңында компанияға арнап бір қорытынды жоба жасайтын боласыздар. Курстың мұғаліміне келетін болсақ, менің есімім Әлбек, мен фуллстек бағдарламаушы болып табыламын.
яғни мен фронтенд және де бэкенд осы екі саланың маманымын, және де IT саласында менде 5 жылдық тәжірибе бар. Бұдан бөлек мен бірнеше жобалардың авторымын. Солардың ішінде әлемдік деңгейдегі инновация жасадым. Яғни mycap.site деп аталатын қосымша арқылы әлемдік деңгейдегі пікірсайысқа арналған инновациялық жобалар жасадым. Және де бұдан бөлек осы ТМД мемлекеттерінің, оның ішінде Ресей, Беларусия, Украина және де Қазақстан мемлекеттерінен 3450 студентті оқыттым. Яғни менде осы оқыту, яғни инфобизнес саласында біршама тәжірибе бар. Енді келесі кезекте курстың жобаларына келетін болсақ, алдымен сіздер осы HTML, CSS тілдерін меңгергеннен кейін осындай өздеріңізге арналған Википедия сайтын істеп шығатын боласыздар. Бұдан бөлек Bootstrap фреймворкында осындай бір кішігірім портфолио сайтын құрастыратын боласыздар. Портфолиодан кейін курстың соңында сіздерге бірнеше жоба беріледі. Сол жобалардың ішінен өздеріңізге ұнаған бір жобаны істеп шығатын боласыздар. Немесе осындай мейрамхананың сайтын істесеңіздер болады. Яғни мына жерде өздеріңіз көріп отқандай, осы сайтты сіздер адаптивті етіп құрастыратын боласыздар. Немесе сіздер компанияға арнап сайт құрсаңыздар болады, немесе ойын, яғни компьютерлік ойынға арналған осындай бір сайттарды құрсаңыздар болады. Бұл енді кішігірім мысал, бұдан да бөлек сіздерде тағы да 3 қосымша сайт беріледі. Солардың ішінен өздеріңізге ұнаған бір сайтты таңдап аласыздар. Және де сұранысқа келетін болсақ, курсы бітіргеннен кейін бұл жалпы негізінде фронтенд стартер курсы, яғни фронтендтің негіздерін оқитын боласыздар бұл курста. Және де бұдан бөлек курсы бітіргеннен кейін тағы да терең курстар болады. Сол курстарға қатысу арқылы сіздер осы саланы мықтап меңгеретін боласыздар. Ал енді сұранысқа келетін болсақ, дәл қазір осы фронтенд саласына Қазақстанда 171 вакансия, яғни жұмыс орны бар екен. Яғни көріп отқандарыңыздай 170 орын бар, 170 компания іздеп отыр осы маман иесін. Жалақыға келетін болсақ, мына жерде өздеріңіз көріп отырсыздар, орташа жалақы, яғни кемі 332 000-нен басталады. Осы 71, яғни мына жерде бізде 171 жұмыс орны болса, соның ішіндегі тең жартысы 332 000-нан жоғары жалақы тапса, ал 46 жұмыс орны 564 000. Яғни 500 000-нан жоғары жалақыны ұсынса, тағы да 34 жұмыс орны сізге 800 000-дай жалақы ұсына алады. Және де мына жерде ең жоғары деңгейде 1 262 000. Яғни осы жерде тұрған 171 жұмыс орнының ішіндегі 10-15 жұмыс орны сізге 1 миллионнан жоғары жалақы ұсына алады. Көріп отырғандарыңыздай, бұл сала өте сұранысқа ие, және де жалақысы да өте жоғары, және де осы саланы меңгеруде өте қатты қиындықты туғызбайды. Әрине, біз сіздерге барлығында шайнап тұрып беретін боламыз. Ал біздің сіздерден сұрайтынымыз тек қана біздің айтқандарды бірге бір орындап отырсаңыз, осы саланы мықтап меңгеріп алатын боласыздар. Курста кездескенше.